мынау ұят емес па, Қазақстан Республикасының бас прокурорының істеп отқан іс-әрекеті? Сіздің полномочияларыңыз қайда, сонда өзіңіздің сотрудниктеріне полномочияларыңызды жүргізе алмайсыз ба? Қалай болып тұр сонда, не заңның үстемдігі жоқ па қазір мемлекетімізде? Қандай мемлекет тұрып жатыр? Сол Америкада Майкл Тайсондар сотталды. Нарушение жасаған үшін білесің ғой. Бәріміз дейміз, Қайрат Нұртасқа кеше боқтаған штраф салып жатыр. Төреғали Төреәлі полициямен төбелескен үшін. Неге именно сіздің ішіндегі заңға бағынбайды? Соңғы рет. Ешқай бетінде печать жоқ. Мынаның печать болу керек. Печать жоқ. Ол печать жоқ болса, уже недействительно да ол. Беш. Сонымен утвержден деп тұр, жаңа утвержден кім деп тұр? Утвержден приказный руководитель аппарата правительства Республики Казахстан. Руководитель. Аты кім деді? Аты кім? Руководителдің? Руководитель. Аты кім? Аппарат правительства. Соңында бар ма? Соңғы ретін қараш. Соңғы ретін. Кім? Қойшыбаев. Аты кім? Қойшыбаев Ғалымжан Телманович. Осы ішкі ережені регламентті жасақтаған, бірақ заңды ескермей жасақтаған да. Заңдағы құқықтарымызды ущемлять етіп тұр мына регламентті. Мына енді сен арыздан дедім ғой. Аты жөніңіз кім? Жапаров Нұрболат Айтқанович. Жапаров Нұрболат. Енді не істейін деп жатсыз қазіргі әрекетіңіз? Маған шақырасыз ба біреуді? Шағымдану үшін? Сізге түсіндірді, мен кіргізе Жоқ, сіз кіргізе алмайтынын түсіндірдіңіз ғой. Енді шағымдану үшін басшыңыз шақыр деп жатырмын да. Сіз кімге шағымданайын деп жатсыз сонда? Мына сіздің әрекетіңізге шағымданайын деп жатырмын, мені кіргізбеу үшін. Болды? Или сотталып кетпейсің, не болмаса выговор бермейді саған да, сен өзіңе функциональ міндетіңді атқарасың да. Азамат келіп тұр, осындай сұрақтармен сізге хабарласып жатырмын дейсің, болды да. Соны айтуға қорқасың ба даже бастығыңа? Жоқ, айттық қой. Сізге түсіндірді. Кім бастығының аты кім? Бастық айтты, міндетті емессің. Неге міндетті емессің? Сен кім екенін білесің ба? Кімсің? Енді бастығын айту міндетті емессің ба сонда? Или закрытый орган жасап жатсыңдар ма? Частный предприятие ма сендердікі? Енді бастығыңыздың аты жөні кім? Жоқ, бастығыңыздың аты жөні кім? Сіз қарапайым ақпарат бермей тұрсыз, маған білесіз? Қағаздарда кеше суретке түсіріп ойыншы, қай заңға сүйеніп отырсыздар? Сот үкімет кіргізбейді. Қай заңға сүйеніп отырсыздар? Айта алмашы. Прокурор полицияға бар енді. Біз түсіре қойшы, қағазын беріп отыршы, түсіріп қойшы. Енді біз жүреміз. Администрация президенті өкіліне біз айтты, сізді қабылдайды. Келеді ма? Жоқ, өтесіздер, мына жерден қабылдайды, кабинеттер бар, бөлек сонда өтесіздер. Телефон ұстап кету керекпін ба? Мен құқым шектеп жатсыз ғой телефон ұстау арқылы. Мүлдем сіздің құқыңызды ешкім шектеп жатқан жоқ, регламентқа сәйкес. Көрдің ба? Регламент немен утвержден. Регламент сәйкес деп тұрсыз ғой. Регламентті қалай утверждать еттіңіз? Приказы председателя, приказом Приказбен утверждать еттіңіз, да? Аппарата Сол правительства Республики Казахстан. Сол приказ аппараты бар ғой, менің конституциялық құқым шектемеу керек та. Данный момент шектеп тұр да. Шектеп тұр, мен телефонмен кіре алмаймын ғой бұл жерде. Сіз көп жерге кіре алмайсыз, министрліктер үйіне де кіре алмайсыз. Неге кіре алмаймын? Мен административный зданиялардың бәріне кіре аламын. Мен кіре алмаймын охраняемый объекттерге, зоналарға, специальный объекттерге кіре алмаймын да. Мен сол жерге кіре алмаймын, себебі олар ішкі ережелерді конституция жазып тұр, как положено. А бұл жерде мен административный здание маған халыққа қызмет көрсету орталығы да, ресепшн дейді, барлық министерствоға осы жерге хат жазады да. Сіз арызыңызды қалдырам десеңіз сіз. Енді жаңа бұл кісіге айттым, арыздан десем. Тыңдаңызшы, мен сізге айтайын. Айтшы, телефоныңызды тастайсыз да кіресіз. Сізді администрация президентінің өкілі сізді қабылдайды. Ал егер де телефонымды тастамаймын десеңіз, сіз беретін арызыңызды өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы өтініште немесе любой цонға барып, сол жерден арызыңызды бере аласыз. А неге мен мына жаққа келіп тұрмын, мен неге мені қабылдамайды телефонмен? Мен жеке мүлкім ғой бұл дейтін. Регламентқа сәйкес мен ешқандай сізге. Регламент айтып отырмын, заңмен утвержден жоқ, просто приказбен утвержден да. Жазыңыз да, жіберіңіз. Мен қазір. Жоқ, сізге арыз жазып берейін ба да? Маған жазбайсыз. Кімге жазамын арызды? Аппаратқа жазыңыз, аппарат правительствоға. Жаңа Телман дейтін кісіге ма? Аппараты правительства, я приказ бар, регламент. А сіз дейтін сол приказды орындап жатсыз да, сен сұрамайсыз ба мен қандай заңға сәйкес мен орындап жатырмын деп. Сіз жерде қазір данный момент заң бұзушылық әкеліп тұр да сіздің действияларыңыз. Себебі олардың ол менің действиям. Сонда ертең тағы да бір аппарат президент регламентқа сәйкес мен осында жұмыс істеуім керек. жоқ, енді сіз дейтін өзіңіз
телефонды қалдыру Каждый- мынау кісілердің құзыретіне білем, кіреді. каждый адам өзінің әрекетіне жауап береді ғой. Сіз сонда сұрамадыңыз ба, сіздің ана аппарат президенті сіздің мына регламентіңіз заңға сәйкес па деп? Мен тағы да айтамын, сіздің аты жөніңіз кім? Бақтияр. Бақтияр, бұл осы регламенттің телефонды тастаңыз деген пунктісі ұнамаса, сіз арызыңызды тастап, сол арызда көрсетіп, жазып тастап кетсеңіз. Жазайыншы арыз. Жазыңыз, кіріңіз мұнда. Кіргізбей тұрған жоқсыз ба? Телефоныңызды. Қара, өзіңіз айтып тұрсыз. Ұнамаса арыз жазыңыз деп тұрсыз. Ұнамайды, жазайыншы, мына жерге қойып жазайыншы, әке. Бұл жерге қалай жазасыз? Или мені кіргіз, мен телефонмен кіру керекпін ғой. Кіріңіз. Мен кірген бойда Бұл кісілердің Сұр кәпішімдағы жігіт осы полицияның қызметкері, қалтасында телефон бар. Нақтылап сұраңыз, өздерінен болады мүмкін да, мысалы сыртымыздан келеді, камераға түсіреді, Көрдіңіз ба? еркін жүреді да, көрдіңіз ба? Бар ма, қарау бола ма? Мысалы үшін мен Қайда? Қарай боласыз ба, тексеріп асыма болады ма? айта камера Полиция. түсіреді. Ішкі істер басқармасы аты кім? Аты жөніңіз кім? анықтаған жоқ мысалы үшін. Тексеріп болады, мына қызметкерлер бар. Жоқ, сіздің аты жөніңіз кім? Алауыздықта, заңда бәріміз Мына- ортақ бірдейміз ғой. Сіз қызметкерсіз ғой да? Мына кісіні тексеріңізші, телефон бар ма екен? Аты жөнін таныстырған жоқ. Тоже біз сияқты азамат қой. Онысына қарамайды заңда. Мына кісі. Тексересіз ба бұны? Себебі мына кісі айтып тұр, телефонмен деп айтып тұр да. Тұр. Бұл кісі айтып тұр, телефон бар деп тұр. Бұл кісінің енді сіз телефон бар деп тұр ғой. Сізде телефон бар деп тұр ғой. Мына жерден қалай өтті? Шақыр, қалай кіріппек сол. Олар тексерді ғой. Кім тексерді? Кім тексерді? Телефон жоқ па? Ол кісіде телефон жоқ па? Ана кісіде телефон бар ма, жоқ па? Жауап беріңізші. Бұл жерде камера жоқ па, телефон? Мен Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Полиция шақырайды. Удостоверение можно? Почему? Удостоверение можно? Не үшін? Сотрудник полиции. вам- Жоқ, енді сіз удостоверение сұрау үшін Я. претензия, причина болу керек, да? Ну правильно, я же должен убедиться, кто вы. Почему? Ну как, почему? Пришел человек, Иә, жалобы, правильно? иә. Вы жалуетесь сейчас. На что вы пришли жаловаться? Сіз менің арызымды қабылдайсың ба? Арыз Арызымды Вы же қабыл... пришли жаловаться. Кому? правильно? Я не знаю, кому вы пришли жаловаться. Вот именно вы не знаете. Сіз білу керексіз да бірінші. Қара, бір адамды бір өлтіріп кетеді да, сіз өлтіргесін барасыз ғой, өлтіріп Руками кеткен ғой нельзя деп. так делать. Жоқ, жақындап тұрсыз чересчур, камераға түспей тұрсың ғой бетіңіз. Чересчур жақындап тұрсыз, камераға бетіңіз түспей тұр, сосын кішкене әрі тұрыңыз. Кішкене әрі тұра қойыңызшы онда. Руками не машите. Вы. Нормально стойте. С вами же нормально Сіз разговаривать? мен телефон алып кетейін тұрған жоқсың ба? Мне не нужен ваш телефон. Аты жөніңіз кім? Аты жөніңіз кім? Капитан полиция Исмағамбетов Бауыржан. Бауыржан қазақсыз ғой. Сол. Сіз удостоверение было ма? Неге? Танысы ғой. Не себепті? Мен Мен бірдеңе білдірдім ба? Істер органдарының 6 бабына сәйкес, 2 пунктына сәйкес сіз Көрсетші. Көрсетші, алтыншы бабын екінші бап көрсетші, оқиын. көрсетуге міндетті емессіз. Біз Неге міндетті емессің? Конституцияның 18 бабының 3 пункті, Конституцияның 18 бабының 3 пункті сіз міндеттісіз. Маған тиісті ақпарат берген міндетсіз. Мен сұрап тұрсыз. Сіз егер де қызылдан өтіп кеткен кезде, тоқтаңызшы, қызылдан өтіп кеткен кезде машина тоқтатасыз, айтасыз, міне, мына заңға сәйкес тоқтат. Сол сияқты айту керексіз. мен айтамын. Ішкі Көрсете қойыңызшы жаңағы. бірінші баптың, екінші пунктың, екінші баптың Таныстырыңызшы. сәйкес Таныстырыңызшы. Қай заңға сылайтын? Жоқ, енді оқыңызшы. Регламент, хорошо. Какой заң? Қай заңға сүйену? Приказ. Кім приказ? Кому приказ? Кімнің приказы? Сіздің приказыңыз Гражданский Жоқ. кодекс, уголовный кодекс, какой, қай заңға сүйенесіз? Сол. Конституция, қай жеріне? Айтшы маған конкретно. Мен қазір мен заң шығарам, приказ шығарам, орындайсың ба? Тамақ ішпе, айлық алмайсың. Осы жерде тұра бер, до конца тұрасың ба? Мен приказ шығарам, регламент жасайын. Жасайсың ба? Удостоверение было ма? Жоқ, жасайсың ба? Жоқ, удостоверение бар ма? Не істейсің удостоверение? Неше беремін? Қызыққа қарайсың. Жоқ, өтуге болмайды ғой, бауырым. Білмейсің. Бауыржан, бәке, өтуге болмайды ғой. Сейчас сами начинаете, да? Вы пришли сюда с проблемой какой-то, правильно? Кім Вы дұшман хотите, десең, Мен айтып отырмын вы ғой. хотите решить проблему, правильно? Иә, Вы хотите решить проблему. да, да, да. Мен Вас приглашают сюда, правильно? Но есть здесь правила. Правильно? Правила заңға... Подчинитесь этим Жоқ, правилам. мен... Подчиниться. Либо не подчинитесь. Бауыржан, Пожалуйста, вы здесь стойте докажите и кричите здесь. Какой заң? Я тұрып қойдым сөзді. Пожалуйста, вот ваша Какой проблема. закон слайтесь? Хотите вы Қай этого, не заңға хотите. сүйенесіз? Все равно здесь есть регламент. этого. Заңға сәйкес болса, біз үндемей тұрамыз да. Заңға сәйкес болмай тұр. Үйде регламент қой, жігіттер, үйлерінде регламент. регламент Үйлерінде құқығымызды шектей алмайды. шектеу отыр, сақтау отырсыңдар. Аға қараңыз.
Жаңа регламент. жоқ заң көрсетші, мен үндемеймін. Мен түсініп тұрсың ғой, да? Болды. Есть Атшыңыз кім? постановление правительства. Атшыңыз кім? Мен аты жөнім Қалхан Жәнібек Жолдыбаев. Мен Жәнібек. батальон командирінің орынбасарымын. Осы объект мен құзыретімде, осы біздің жаңа қызметкерлердің бәрі тұрған. Енді мен айтқан есть постановление. Правительство. Президент емес, аппарата. Жоқ, аппарата правительства. Согласно этого постановления есть регламент, подписан руководителем аппарата правительства. Там конкретно прописано по пунктам, что посетители при входе в здание Центра приема граждан все мобильные звукозаписывающие устройства, жаңағы сағат бар, не бар, да, флеш-карта, там, жаңағы аудиозаписывающие устройства, как называется, все эти моменты должны оставлять. Пожалуйста, здесь в данном ЦПГ, Центр приема граждан, везде, например, если вам видеофиксация есть, если здесь все аудио, запись ведется, вот видеокамера, все записывает. Если завтра, допустим, сендердің айтып жатсыз, мен конституцияны талабын, мен жаңағы заң талабын, құқықтау білемін да, не істеп жатса, мұнда бәрі бар. Бәрі, каждый неде, каждый қайда барасыз. Білем, барлық кабинетте по цифрам камерасы бар. Білем оны. Видеофиксация идет, проводится, еще аудиофиксация проводится. Поэтому біз бәріміз жаңа бір неде Қазақстанда жүрміз, біз ол сендерді шектеп жатқан жоқпыз, сізді телефонмен, просто сондай бізде не бар да, ол приказ бар. Жаңағы регламент бойынша біз сонымен істеу керек, біздің міндетіміз, ол сендерді именно ойбай сіздер келдіңіздер, сіздердің телефондарында алып қоямыз, онда немен емес, жігіттер. Түсініп тұрмын. Қара, Жәнібек, сұраймыз деп тұр табличкеде. Сұраймыз себебі заңда телефон тастады. Ана жерге просьба сұраймыз дейді. Себебі заңда міндеттей алмайды бізді. Қалай сонда? Міндеттеу үшін соттың шешімі керек та. Неге жазбайсыңдар ана жерге? Бізді міндеттеу үшін соттың шешімі керек. Соттың шешімі болмаған жағдайда ешкім бізді міндеттей алмайды да. Сосын жаңа айтып тұрсың ғой, біздің приказбен жаңа ішкі ереже бар деп тұрсыз ғой. Ол мен айтып тұрмын, просто айтып тұрмын да, заңға сылып көрсетіңізші деп тұрмын. Егер де сол приказдарың заңға қарама-қайшы болып тұрса, вышестоящий заң құзырында болады да. Как конституцияға ол қарсылық келтіріп тұр. Мен тыңдашы. Сіз просто мы исполнительный. біліп тұрмын ғой, енді сіздің жаңағы сіз айтып жатсыз ғой. Системный ошибка болып тұр. Бұл жерде системный ошибка. Қараңызшы, жаңағы қай заңға, қай жаңағы постановлениеға, қай неге бәрі регламент сүйенеді, ол сіз жаңағыдай құзыреті бар ғой, жаңағы аппарат правительства, соларға сұрақ қоясыз. Енді айтып отырмын ғой, сұрақ қойыңызшы десем. Дұрыс қой енді. Сіз енді жаңағыдай жоқ енді. Рок пашын айттым ғой. Мен жаза қойыңызшы дедім да. Кір дейді да. Қараңыз. Телефоныңызды тапсырыңыз да. Сұраймыз жазып тұр хан жерде. Сіз мені міндеттей алмайсыз да. Менің кәмпейім бары көремін уже заңға қарама-қайшылық да. Мен просто сізді қараймын. Системный ошибка мына жерде. Егер де заңға сылық болса, мен үндемей тұратын едім да, мына жерде телефон тастап кеткен. Заңға сылық жоқ. Просто ол өзінің ойын айтып тұр да. Сосын өзінің ойымен приказ ол ішкі, допустим, өз үйіне, өз территориясына айтып жатыр, мен приказываю всего он частной собственности. А мына административное здание, государственной собственности халықтікі да, біздің налогоплательщиктің ақшасынан салынған ғимарат да. Мен имею право да, мен олардың частной собственность көрген жоқ, жаңа приказ беретін да. А ол системный ошибка, себебі оның жаңағы ішкі ережесі заңға сәйкес емес. Мен соны айтып тұрмын. Қара, сіз мен үшем айтып арқылы сіз бүткіл мемлекеттік қиянат жасап отырсыз да, бірақ сіз приказ орындап тұрып тұрсыз да. Қазір ол дейтін айтады, мен міндеттеген жоқ дейді, көбі себебі сұраймын деп жазып тұр. Жаңа аппарат президенті бар ғой, айтады, мен міндеттеп отқан жоқпын ешкім дейді. Все табличка сұраймыз, сіздер мені міндеттеп жатсыз. Сіздер қазір заң бұзып тұрсыз да, олар просто как удивительный характер дейді, телефонды ұстап кете алмайсың, ящикке дейді да. Ол құтылып кетеді ертең. Біз ешқандай заңды не істеп жатқан. Ол құтылып кетеді себебі айтады, мен ішке регламент істедім, регламентке сәйкес предупреждение бердім дейді. Сұраймыз дейді, ал мына азаматтар өз еркісімен тастап кетіп отыр. А сіз принудительно тастатып жатсыз да. Ол заң бұзып жатқан жоқ, приказ берген. Сендер заң бұзып жатсыз. Сосын жаңа айтып отырсың, аудио маяқты записывающий устройство бар дедіңіз ғой, айттыңыз ғой. Қайда? Напоминание қайда? Аудио записывать дейтін қайда? Бар ғой, енді жазылған осы. Аудио деп жазып тұрмын, көрсетші. Мына ақпаратта бәрі жазылған осы. Қайсы? Көрініп тұрған жоқ қой. Осы жерде. Бәрі жазылған. Жоқ, қай жерде енді көрсетіңізші қайсы? Біз білу керек болса, біз мына жақта аудио запись жүріп жатқан. Регламент не, допустим, қазір. Көрініп тұру керек та ол еще. Мына жерде мысалы темекі шегуге телефон тастап кетуге өзіңіз айтып тұрсыз да. Допустим, время работы даже, все полностью. Жоқ, енді қайсы мына жақта аудио запись жүріп жатыр деп
қай жерде жазып тұр? Біз ескерту керек қой. Қайсы? Вот. Внимание, Назар аударыңыз, аудио и видео запись. не? Вот написано. Все. Уважаемый посетитель. Енді дым әңгіме жоқ. Вещи. Не, өстіп маған берсеңдер, мен тыныш аламын да. Енді все, аудиозапись пен видеозапись нормально. Аудиозапись нормально. Енді жаңа заңға барайық. Регламенттерін тоже заңға сондай сәйкес болса мен үндемеймін да. Себебі заң ортақ та бәрімізге. Жоқ, ол қараш бауыр менің құзыретімде емес. Сол, қара, Сол система ошибкасын сен орындап жатсың да. А біз оны орындауымыз система ошибка болса, пожалуйста. Мен жазайын. Кірді, телефонды таста да, кіріп сөйлес, арызыңды таста, телефоның керек па, келіп ал, түсініш мен. Қазақпыз ғой, мына жерде мен қызметкерім. Қазақ екенмін. Жоқ, мына жерде как мен қызметкермен кедергі келтіресің, ана жерде ол адамдар келеді, кіреді, сен ана жерде қағазбен жазып отырасың. Түсініп отырсың ба? Мына жерде тұрайын, мына баланың қасына тұрайын. Бауырым, телефон тапсыр, пожалуйста, кірді, одан кейін арызыңды ал. Мен телефон. Мен телефон тастасам, мен құқым шектеліп жатыр. Я же майор, да? Я тебе как майор говорю, как офицер. Түсініп тұрмын, иә. Возьмешь свое заявление, будешь фотографировать. Заңсыз приказды заңдастырып жатсың да. Мен айтып отырмын. Мен кірмеймін, мен уже 3 миллион боламын ана жерге кірсем бар ғой. Мен ананың екеуміз де адамбыз ғой, іште жүргенмін. Мен как будто екінші сорттағы адам сияқты болып тұрмын да данный момент. Мен кірсем екінші сорттағы адам болып өзім утверждать етемін да. Сол үшін мен кіргім келмейді. Себебі оның құқығы тең, менің құқығы тең да. Артық емес, екеуміздікі тең. Сол сияқты аппарат президенттің менің құқығы тең. Мына жерде орын жоқ қой енді. Кіріп жүрсе, кіріп. Жоқ, мен кіріп. Алып шығып. Жоқ, кіріп жазайын мен. Телефонымды бірге кірейін да. Сен жеке мүлкіңмен құқық қорғау қызметкерсің да. Сендердің регламенттерің, іс-әрекеттерің заңда бекітілген да. Сіз ойыңыздан, логикамен, басқамен іс-әрекет жасамау керексіз. Заң көрсетеді деп тұрмын да мен. Себебі сіздің әрбір действияңыз мына рационалға заңда қарастырылғанда мынандай кезде рационал аласың, сен әкеліп тастайсың. Мына киім туралы заң бар да, сен қалай киіну керек екенсің. Барлығы заңда жазылған да. Сол сияқты маған заңды көрсетеді деп тұрмын да. Сенің іс-әрекетіңді оправдать ету үшін да. Мен айтып жатырмын, жаңағы регламент, ол жаңағы. Жоқ, түсініп тұрмын, қайтып келе береміз солға. Регламент айтасың, ол регламент туралы заң көрсетіп деп тұрмын ғой, аудиозапись сияқты. Иә. Сосын маған көрсетіп берші деп тұрмын ғой, болды. Міне көрдің бе, мына жерде конкретно жазып тұр да, сұраймыз дейді. Міндетті жатқан жоқ. Міндеттеймін деп жазып тұрған жоқ та, сен міндетті деп тұрған жоқ та мына жерде. Ал егер зонаға баратын болсақ бар ғой, запрет тұрады, міндетті дейді. Телефон алып кетуге запрещен деп тұрады. Ол жерді тастап кетесің. Себебі административный здание емес ол, заңда қарастырылған. Мына жерде специально сұраймыз жазып қойған. Ана ертең спрос болады, жаңа теманың ішінен спрос болған кезде айтады, мен ішкере составлять еттім, сосын мынаны қойдым дейді, уведомление беріп қойдым дейді. И адамдар, сондай құрылысы бар адамдар, біз сұраймыз дейді, олар өз еркімен тастап кетіп жатыр дейді. Ал сіз қазір бізді міндеттеп жатсыз да? Сізге міндеттейтін құқық емес, құқығы жоқ. Міндеттеу үшін соттың шешімі болу керек сізге. Мен сізге түсіндіріп жатырмын ғой енді. Регламент бар, ол регламент постановлениедан алынған, иә. И сіз айтып жатсыз, қай заңда, мен айтып жатырмын. Я исполнительный орган. Иә, түсіндің ғой менің әңгімелерімді. Бауырым, мен саған айтып жатырмын, қазір енді соншама не істемей, телефонды қалдырды, барды, арызыңды жаз. Жоқ, заңсыз ғой, түсіндірсің ба? Жоқ, енді сен қарашы, түсініш мен. Арызыңды жаз, жаңағы қызметкерлерге, осы жерге қызметкерлерге барды, жаңағыны сұра, регламент осылай, қандай, ол саған түсіндіріп береді, қандай заңмен, несін, қандай заңмен сіздер не істеп жатсыздар деп сұрақ қоясыз өзіңіз бар. Қара, ең басында кіргізген жоқ та, сіз мен айттым да, мына шақырып алдым жаңа хатшысына, мен дейтін ЦИКке шағымдандым, аппарат президент жаздым, сосын мен адамдармен сөйлесейінші, адамдарын жерге қойыншы дедім да. Солмен басталды да, кіргізбеймін, сосын анау адаммен сен кіру керексің сөйлесу үшін деді, онда кіргізіп беріңші дедім, кіргізбеймін дейді да. Сол мәселеде менікі, сендер өздерің усугублять етесіңдер да процессті. Өздерінің заттарың ашылып жатыр да, заңсыз әрекеттерің ашылып жатыр да. Мен просто айттым да, жақсы, адам шығара қойшы, такие жерде отыр деді да адам, ішке кіріп сөйлесесің деді. Мен сөндіріп қояйын, пожалуйста, телефоныңызды. Шақыра қойшы дедім. Өтіп жатқан жоқ, просто шақыра сөйлесейік дедім. Мынаны бүйтіп сөндіріп қоямын сөйлескен кезде. Бірақ маған шақырған жоқ та. Сендер жүріп жатыр да. Сосын жаңағы полиция полковнигі не болса менің удостоверениемді сұрап жатыр. Сосын ішінде гражданскийда киім, телефонмен тұр, әлі тұр әне. Оған тексермейсіңдер, оған прямой айтты да, ана телефонмен жүр деп показания бар да, себебі көрді да, свидетель бар да. Соның өзінде де сіз ескермей тексерген жоқсыз да ана. Бірақ бізді тексеріп тұрсыңдар да. Тоже дискриминация тұр. Жоқ, әне гражданский тұр әне. Анау кім? Полиция қызметкері болды. Таныстыршы что, гражданский менен жүр? Полиция қызметкері. Онда таныстыршы полицейский, онда міндетті ғой таныстыруға. Таныстырады? Онда кет, барайық, сөйлесейік. Хорошо. Қазір
Зайди, что-то заявление напиши, возьми. жоқ мен түсініп тұрмын ғой. Без проблем. Вытащи, сфотографируй. жоқ мен түсініп тұрсың мен кірмеймін деймін. Себебі мен заңмен айтып тұрмын, мен базар жоқ заңды жазып тұрса екен. Телефон тастап кетемін, заңға аламын да. Бұл адам утверждать қылып қойған да ішкі ережені. Бірақ өзі қылмыскер да. Сонда орын алып жатыр да фактылар. Мен сол үшін ешкім сөзіне сенбей заңға сүйенейік деп тұрғанмын ғой. Енді кетті вчера ана қызметкер. Қызметкер дейсіз ғой, нешіне ол затпен приказ бойынша киінбей жүр да. Таныстырсыңшы ана. Әке қызметкер таныстыр. Алып келе ма? Не істеп жүрген адам? Иә, сол. Шақырсын. Неше адам бар деді. Сол, ол дейтін біздің құқығымыз құқықтық мемлекетте тұрып жатыр. Ешкім құқығы шынымен болмау керек. Тоқаев айтқан жоқ па? Не, осы жерде аппарат президенттік қызмет любой жұмысшының құқықтары бір деді да, адамның. Ущемлять болмайды да. Түсінемін, бір гражданскиймен жүрмесе екен да, формамен жүрсе екен. Даже өзін. Хотя бы таныстырса екен да. Приказдары бар өзінің. Сотрудниктердің киінетін киімдері бар да, үлгісі. Форма дейсің. Жәнек, что там? Сұрастырдың ба? Кім екен? Кім екен? Кім сотрудник па екен? Мен таныстырмай ма? Департаменттің қызметкері. Таныстырмай ма? Иә, департаменттің Өзіне айта алмаймын. Мен білмеймін ғой. Осы жерде қызметкер, Департаменттің қызметкері ғой. Бізде басқа саласы. Управление специализированной службы охраны. Мы отвечаем за безопасность объекта. Чтобы никто не зашел. Департамент. Запрещенный предмет. Городской департамент полициядан келіп тұр ма? Иә. Видеоны көруге бола ма? Қалай кіргені? Мына жердегі Жоқ, видеолар, кірген видеолардың бәрі управ делами президента бар. Сол жерге хатпен шығасыз. Солай делайте, пожалуйста. Аудио записывающий, видео записывающий. Полный ғимараттың бәрі. Сол Америкада Майкл Тайсондар сотталды. Нарушение салған үшін білесің ғой. Бәріміз бір дейміз, Қайрат Нұртасқа кеше боқтан штраф салып жатыр. Төреғали Төреәліде полициямен төбелескен үшін. Неге именно сіздің ішіндегі заңға бағынбайды? Өзің түсініңіз, кім екенін жаңа бардыңыз ғой. Бізді қарап жүріп, үш жерге келсек, үш жерге келеді, анда барсақ, ана жерге келеді. Біз қайда жүреміз, сол жерде бізді фото, видео түсіріп жүреді. Сіз келесіз, алып жіберіп қоясыз. Түсінемін, сіз полномочия жоғаршы, әңгіме айта алмайсыз. Бірақ заң алдында бәрі бір дейміз. Солай ма? Жаңа бұл кісі даже бастығының атын айта алмайды да. Ол дейтін абсурд қой. Ол құқығы бар да айтты. Бұл кісі міне бастығыңыздың аты жөні кім десең, атын айтқан жоқ. Білесіз? Кім аты жөні кім? Исмамбетов Бауыржан? Енді айтып отыр. Жоқ, сіз өзіңіздің құқыңыз бар да. Бастығы мен ғой мына жерде. Бастық мен. Жоқ, иә, сіз Жаңағы жүрген қызметкерлер, жаңағы мен құзыретімде. Просто адам шақырып қойшы, мен сөйлесе қойшы. Жаңағы кісімен ба? Иә, жаңағы ропбайшысы бар, Айжан аты кім еді? Ұмытып қалдым уже. Айман ба? Айман ба сол. Шақырып қойшы. Жаңа маған шақырып қойсын, сөйлесе қойын жаңағы. Білдежім, сіз кіріңіз, ана жерде медиаторский кабинеттер бар, сол жерге барасыздар да. Шақырасыз келеді да. Астында подвалда бар ғой, аштық аламын деп. Подвалда емес, ана жерде бөлек кабинет. Ол үшін мен телефон ұстап кету керекпін ғой. Иә, ол енді шықпайды. По консультации проводятся только исключительно в помещении центра приема граждан. Ана жерде адалдық алаңы деп тұр ғой, төменде подвалда. Сол жерге келсе болады ма? Жоқ, ол адалдық алаңы осы жерде қабылдау бар. Енді мен кірсем телефон ұстап кету керекпін да. Мен барлық ақпараттарым телефонда бар, жаңағы жазған арыздарым барлығы бар да. Видеоларым бар, не деп айтқан сөздерім дейін бар. Бәрі фиксация бар да, соны көрсетейін дедім ғой мне осы деп. Сол үшін керек та маған телефон. Ең бірінші просто жеке мүлкім болған үшін. Қабылдау жүргізбейді, мен айттым ғой сізге, адалдық алаңына да бармайды. Енді қалай болады енді? Почтаңызға жіберіңіз, мына жерде сектор самообслуживания бар, сол жерден почтаңыздан ашасыз да көрсетесіз. Почтаға жіберетін үлкен форматта 8 гигабайт алады да, 3 гигабайт алатын бар. Енді пока қолыңызда барыңыз. Та жаңа компьютер көтере алмайды ғой оны? Мен сізге айтып тұрмын ғой. Телефоныңыздан почтаңызға жіберіңіз, телефоныңызды тастайсыз да, мына жерден ашып көрсетесіз. Енді 8 гигабайттық ақпараттан компьютеріңіз ашылады ма? Білмеймін айтамын. Сол ғой, анау слабый компьютер мен білем ғой, кірдің ғой шеді бұрында телефонмен. Анау слабый. Мен сізге айттым ғой. Регламентқа сәйкес сіз телефонмен. Все, мына жер келе ғой, сөйлесе қойшы просто. Келмейді ол кісі мында деп айтып тұрмын ғой. Арыз жаза қойшы или жазыңыз.
берші қағаз беріп алыңызшы үш жаза. Қағаз бен ручка берейін, жазыңыз. Дайте ручку с этим, а? Листочком. Сіз арыз жазсаңыз да... Сіздің үстіңізге жазамын ғой да? Сіздің үстіңізге жазамын ғой арызды. Менің үстіме? Иә. Маған жауап етесіз деп тұр ма? Енді кімге жауап етсем? Ол сіздің құқыңыз кімге жауап Уже қазір енді мен шағымда жаңа аппарат президент представителімен сөйлесу үшін мені кіргізбей тұрған сіз ба қазір? Мен сізді кіргізбей тұрған мен сізге кіріңіз деп тұрмын. Кім мені кіргізбей тұрған? Регламентқа сәйкес телефоныңызды тастайсыз. Жақсы, сонда жаңа аппаратқа жазып жіберейінші арызымды. Сенде екен енді. Аналар мына регламентті таныстырған мына бұйрықпен бекітілген. Ішінде мына недействующий копияда печать жоқ даже. Соңғы еді. Ешқай бетінде печать жоқ. Мынау құжат уже недействительный, бірақ недействующий құжатпен кіргізбей тұр. Сұрасам, өзі қайтсын, өзі бізде жоқ дейді, печать жоқ дейді. Сол үшін арыз жазып отырмын. Не, осы арыз жазып кеттім. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа 2 бет жаздым. Тастап бардым қазір. Астана қаласы, Мәңгілік ел, 10-шы үй, 16-шы кіреберіс, министрлік үйі. Мәңгілік ел даңғылы. Телефонмен кетіп батыстар ғой енді. Қайда? Ішке арты, бізді кіргізбей тұр телефонмен. Біз сотрудникпіз ғой. Сонда сіздің құқыңыз біздің құқымыздан жоғары тұрған болып тұр ма? Сіздің құқыңыз біздің құқықтан жоғары болып тұр ғой, да? Бізді кіргізбей тұр телефонмен. Мен осы елде тұрам ғой. Бере, куәлік. Ол міндетті ғой. Тіркейді ғой, кіріп шыққан. По-любому Астанада кішкене разум бар негізі бар ғой. Жаздың. Жаздыңыз ба? Кіріс, енді кіріңізде тапсырыңыз. Телефонмен кірем ба? Жоқ. Мен онда затсеймін. Қалай кірем мен? Бақтияр. Шақыра қойшы, қабылдай қойсын. Кім қабылдайды? Біз қабылдамаймыз. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, жазып бердім, қабылдайын дедіңіз ғой. Енді сіз кірсеңіз, әрине қабылдаймыз. Біз сізді суретке түсіруіміз керек, біз фотофиксация жасаймыз. Мен енді мен кірсем, өз құқымды таптауға мүмкіншілік беріп қоямын сізге. Сіз телефоныңызды тастаңыз да, кіріңіз бері қарай. А менің былай сізден қазір мына жерден арызды қабылдағаным, ол менің жұмысыма қастандық келтіреді. Неге? Сол, өйткені жоқ, менде қар. Заң бойынша айтып беріңізші. Системаға мен сізді енгізуім керек. Заң бойынша сөйлесек, сіз айтып беріңіз, қабылдауым заңға қайшыға келеді. Бір бабын көрсетіңізші. Любой. Сіз қазір менің осы жерде заңды мынаны арызды қабылдасам, заңға қарама-қайшы әрекет жасайын деп тұрсыз. Мәселе заңда емес, мәселе менің енді регламентінде. біз заң бойынша жұмыс жасаймыз, құқықтық мемлекет тұрамыз. Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет. Біз заң баптарына сәйкес әрекет етеміз. Түсіндіңіз ба? Біз өзіміздің ойымызбен жүрмейміз. Мен сіздің айтып тұрған заңнамаларыңыздың барлығын білем. Алайда менің жұмысымда есть регламент, есть функциональные должностные обязанности, в соответствии с которыми я исполняю эту деятельность. Түсінікті ғой? Мен қазір регламентті аттап өтіп, сіздің арызыңызды дәл осы жерден қабылдай алмаймын. Ол қандай заңды бұзады ол? Қалай? Мен сонда арызым... Менің жұмыс берушінің талаптарын бұзады. Мені ертең жұмыстан шығарып жібереді. Арыз қабылдамау үшін ба? Сіз сотта айтсаңыз болады. Мен ешқандай заң бұзған жоқпын десеңіз болады. Мен соттасайын деп тұрған жоқпын. Жоқ, жалпы заң бұзып тұрған жоқсыз ғой бұл жерде. Телефоныңызды тастаңыз да кіріңіз, арызыңызды қабылдаймын. Жоқ, ал егер де кірмеймін десеңіз, мен мынау жерден сіздің қара, мен арызымды қабылдау міндеттісіз да. Себебі мен арыз жаздым. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, арыз жаз дедіңіз ғой. Иә, жаздым. Енді қабылдау міндеттісіз. Міндеттімін. Арыз қабылдайтын орын бар. Енді мен ол жерге бару үшін менің конституциялық құқым шектеп тұрсыз. Мен ол жаққа бара алмаймын. Мен ол жаққа барсам, сіздің... Бармасаңыз, мен сізге айтып тұрмын. Ана жерде Қазпочта бар. Қазпочта арқылы сіз кімге жазып жатырсыз мына жерде? Қазақстан Республикасының президентіне деп администрация, президент әкімшілігіне жолдай аласыз. Жоқ, мен сізге сап тұрмын. Сіз ғой маған айтқан. Бақтияр, бұл жерде выбираете вы. Либо вы оставляете телефон и заходите, мы у вас принимаем ваше заявление в соответствии с регламентом, либо Қазпочта. Жаке цак пете аламын мен арызымды. Вот, цак пете алайыншы мен арызымды. Жұмысың заңға сәйкес болмай тұр ғой, просто айтқан тыңдап тұрсыңдар ғой.
Соңға дейтін мен телефонмен барам ғой. Сондағында деп өзі айтып тұр еще. Жаке, қасына өзін, мен тұр ғой, қасына өзіңіздің жазып өзіңізді қоя ғой, екеуміздің атымыздан кетеді да. Екеуміздің атымыздан кетеді. Қара, абсурд, біздің осы әрекетіміз қазір абсурд да, бірақ тем не менее осы абсурдты жасат міндеттеп жатыр да. Арыз жаз деді, арыз жаздық. Әрекеттену керек та. Мына жерге жазуға болмайды деді. Мына жерге жазуға болмайды деді. Мен жаңа өшірттіріп жаздым да. Сосын тапсыруға болмайды деді, тапсырып жатыр. Айман ханымдікі өзіне беру керек, сотталып кетерміз ана. Кім? Ана қызға бере қойсы. Жаңа айттыңыз ғой, президент аппаратында адаммен сөйлестіремін, соны сөйлестіре қойыншы, менің өтінішімді айтып. Мен сөйлестіргіңіз келіп тұр. Жаңа президент әкімшілігімен де ТИК-ке шара қолдансын деп, ТИК-ке, территориальныйге. Соны жаңа Жакені сөйлестіре қойыншы сол азаматпен. Мен Жакеге айтамын өзім. Жакен деген. Жаңа мен арыз тапсырып жатыр қазір шыққасын да. Енді ол кісі кірді ғой телефонын тастап. Қазір Сол. Сіз сөйлестіресіз бе? Жоқ, мен өзім, менің поручениемді ұсыныстарын айтады да. Ана Маңғыстау облысының сайлау төрағасы Елубай Мырза дейтін бар. Елубай есімді азамат. Соны шара қолдану керек. Айман ханым қазір президент аппаратында адаммен кездестіреді да. Бізде Елубай бар ғой. Сайлау төрағасы. Сонымен ана депутат болуға үміткер болдым ғой. 1 жылдан кейін арыз жазып, мандатын алып, бұрынғы мандатын алып, қайтып өзінің ұсыну болады ғой. Сол процедурасына мені кіргізбей жатыр да. Менің арызымды қабылдамайды, мені кіргізбей деп жатыр. Құқығын шектеп жатыр да. Соны шара қолдану керек та Елубайға. Заңда қарастырылған талаптарын орындамай жатыр да. Сол Елубайға видеосы бар алдында, сол шара қолдансын деп соны түсіндіріп айтып кетерсің. Аппарат президенттің адаммен кездестіремін дедіңіз ғой жаңа. Соны осы кісімен кездестіре қойыншы. Жаңа айттым бәрін. Жоқ әлі кетіп қалған кез келеді, сосын кездестіремін. Барайық, қабылдайды. Мынаның печать болу керек. Печать жоқ. Ол печать жоқ болса уже недействительный да ол. Сонда абсурд. Жаңа ішкі ережеге сәйкес, регламентке сәйкес әрекеттеніп отыр ғой, бірақ регламенттің печати жоқ. Ол недействительный документ да. Оны растайтын печать болу керек да. Жоқ, ол айтты ғой, сіздерге жұмсап жүрді ғой. Сіздер ғана тыңдап тұрған. Сіздерге бұйрық ретінде істеп отырсыңдар ғой. Сіздер жауап бересіздер оған. Құжат даже толық емес та. Фамилиясы да жоқ. Ештеңе жоқ анада. Ана прямой правонарушение полный. Сонда ешкім сұрамайтын болған ғой, ешкім сендердің істерін тексермейді. Прокуратура қайда қарап отыр? Прокуратураға соғып жіберші. Прокуратура номер бар ма? Шақыра қойшы прокуратура. Прокуратура шақырайын, қадағалаушы орган прокуратура ғой. Прокуратураға соғып жіберші. Жеке соғатым прокурор. Алло. Сәлеметсіз. Мына жерде прокуратураны шақырып жібересіз, дежурный прокурорды мына Мәңгілік ел 10-ші 16-ші кіреберіске. Прокуратура бізге жатпайды ғой. Жоқ, дежурный прокурор енді қалай или қос жер? 115-ке. Жақсы, рахмет. Алло. Сәлеметсізбе. Сіз бас прокуратураның қол орталығына хабарласып тұрсыз. Здравствуйте. Вы позвонили в колл-центр Генеральной прокуратуры. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Для выбора русского языка наберите 2. Сіздің әңгімеңіз қызмет көрсету сапасын бағалау мақсатында жазылып алынады. Сөйлесу ұзақтығы 10 минут.
Саламатсыз. Мен Астана қаласы Мәңгілік ел даңғылы 10-шы үй 16-шы кіребесінен хабарласып тұрмын. Мына жерге дежурный прокурор шақырып жүресіз жаңа айтқан жерме? Қайда шақырып жүрсіз? Министерство үй 16-шы подъездге. Қайда? Министерство, дом министерства бар, Мәңгілік ел даңғылында орналасқан 10-шы ғимарат, сол 16-шы кіреберісі. Сол жерге дежурный прокурор келеді. Мекта уполномоченный орган полиция қызметкерлері не болса оны приказбен жұмыс жасап жатыр да. Соны уполномоченный орган прокуратура сол дежурный прокурор шақырып, Естілмей тұр маған, кешіріңіз. Алло. Мына жерге дежурный прокурор шақыраса, полицияның үстінен уполномоченный орган прокуратура ғой. Мына жерде полицияның әрекеттері қазір заңға қайшы әрекеттер жасап жатыр да. Сол үшін Дежурный прокурормен қазір байланыстырып көрейін, жерде болыңыз, Астана қаласына хабарласып тұрсыз ба? Астана қаласы сол жан министерствоның ішінде тұрмын 16-шы кіреберісте. И номеріңізді айтып жіберіңізші. Неге? Қоңырау тіркеу мақсатында сұрап тұрмын. 9 610. Астана қаласы бойынша дежурный прокурормен байланыстырайын, заңды кеңес алыңыз, желіде болыңыз, тапқаныңызға. Дежурный прокурорсыз ба? Сіздің қазір сөйлесу видеофиксация жасалып жатыр. Мына Астана қаласы Мәңгілік ел сөйлесуіміз видеоға түсіріліп жатыр деймін ба? Мына Астана қаласы Мәңгілік ел даңғылы 10-шы ғимарат, министерство бар ғой, 16-шы кіреберісінде полиция қызметкерлерінің іс-әрекеті заңға қайшы іс-әрекет жасап жатыр да. Сол уполномоченный орган прокурор ретінде дежурный прокурорды осы жерге келуін сұраймын. Сол сізді күтіп тұрмын. 16-шы подъезд, дом министерства, 16-шы кіреберіс. Отдел прием граждан бар ғой, 16-шы кіреберістегі. Соның ішінде тұрмыз. Қандай подъезд? 16. 16 фамилияңыз кім? Дүйсенбай. Қаттырақ айтыңызшы. Дүйсенбай Бақтияр. Дүйсенбай. Дүйсенбай Бақтияр. Сұрағыңыз сізді? Мына жерде охрана бар, кіреберістегі. Регламентке сәйкес жұмыс жасап жатыр дейді, бірақ регламентте подтверждающий документ жоқ та. Сол бойынша уполномоченный орган прокуратура үстінен қарайтын, сол шақырып, мына факт фиксацияны протокол толтырып, әрі қаратай жұмыстану үшін. Мына жерде барлық фиксация жасалды осы уақытқа дейін. Сіз енді тез келсеңіз деп тұрмын. Сіз видеоға түсіріп тұрсыз ба? Мен түсіріп тұрмын видеоға. Жақсы. Неге? Мен затқа шағымдандым, жаңағы ананы шағымдандым. Сіз сол бойынша ба? Сол бойынша. Мына көріңіз. Адамгершілікке салынып кетеміз да, Мен хабар бердік. Ол кісілер қазір совещаниеда екен. Түстен кейін қазір түстеніп, обедтеріңізді ішіп бірақ келіңіздер. 2:30 ба? Иә. Жақсы. Аты жөні бар ма жаңа адамның? Келсетін Енді мен білмеймін кім келетінін. Сен жақсы. Рахмет. Ас болсын. Рахмет. Алло. Сәлеметсіз бе? Сіз бас прокуратураның орталығында тұрсыз. Сіздің әңгімеңіз қызмет көрсету сапасын бағалау мақсатында жазылдалынады. Сөйлесу ұзақтығы 10 минут. Бас прокуратура құлыштық сәлеметсіз. Сәлеметсіз, мана мен прокурор шақырып едім, келем дегенде еді, 20 минут өтті, әлі келмей жатыр. Мәңгілік ел даңғылы, министерство үйі 10-шы ғимарат, 16-шы кіреберіске. Байланыстырып едік қой сізді. Кейінгі прокурормен сөйлестіңіз ба ол кісімен? Сөйлестім, келем дегендей қылды да, енді келмей жатыр да, 20 минут өткесін қайтып соға жатыр едім, қай жердегі атқанын білейін деп. Байланыстырып көрейік, тағы да бір рет Астана қаласы бойынша кейінгі прокурормен. Жақсы. Желіде болыңыз. Алло.
Жана мен дежурный прокурор шақырып едім да, келемін деп, сол 20 минут өтті да, келмей жатқасын қайтып хабарласып отыр едім, қай жерде келатыр екен деп. Звондады, айтылды районға. Келеді да, жана Астана қаласы Мәңгілік ел. Айтылды. Жақсы, күтемін. Жақсы. Күтіп отырып сағат 1:30 болды. 12:30 болды. Осы жерге. Алло. Вы позвонили в Центр Генеральной прокуратуры. Казахстанный тандау үшін бірді басыңыз. Для выбора русского языка сіздің әңгімеңіз қызмет көрсету сапасын бағалау мақсатында уақыттығы 10 минут. Айман. Руководитель. Прием граждан. Сәлематсыз орталығы басқармасының авторына алло. Сәлематсыз. Мана прокурор шақырып едім ғой, ақыр келмеді ол. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Астанадан. Сізді прокурормен қосып еді? Қосты, сол 12-ден 9 кеткенде. Сағат қазір 3-тен 50 кетіп жатыр, әлі келген жоқ. Сіз қалалық прокуратурада тұрсыз ба? Жоқ, мен 16-шы подъезд тұрмын. Үкімет үйінің. Қайда? Үкімет үйінің 16-шы кіреберісінде тұрмын. Сізді кезекші прокурормен қосайын. Қосыңызшы. Аты кім кезекші прокурордың? Білмейміз, біз сізді күтеп қалып қосамыз. Жақсы, қосағаншы. Шақ, шайман шақырғыш. Алло. Өзіңіз таныстырып жібересіз, кезекші прокурорсыз ба? Кезекші прокурор Айтжанов. Айтжанов кім? Нұрбек. Айтжанов Нұрбек, мана сізге соқтым ғой 12-ден 9 кеткенде. Үкімет үйіне прокурор жіберіңізші деп. Келген жоқ қой, мен тұрмын ғой шақта. 12-ден 53 кетіп жатыр. 15-ден 53 кетіп жатыр. Қай жерде дұрыс? Үкімет үйінде 16-шы кіреберісте. 16-шы кіреберісте? Иә. Айтылды ғой біз. Мен дежурный прокурор, мен безвыездный, райондар шығады ғой. Енді кім район аты жөні кім? Келмей жатқан. Райондар шығады сіздерге, Қозғанбаев Еркін деген. Қозғанбаев Еркінге ескертіп айтты соға жүресіз телефонына? Айтам ескертіп қазір. Или маған номерін бермей өзім соғайын. Жақсы. Рахмет сау. Қайтып келдік бұл жерге. Ішкі ережелері заңға сәйкес емес, ешқандай мөрі жоқ, юридический күш жоқ, ешқандай печать жоқ, копиясының өзінде де. Соған сүйене жұмыстарын жасап отыр. 12-ден 9 кеткенде телефон соқтық, прокурор дежурный келеді деп. Әлі келген жоқ. Сәлеметсіз бе? Сіз бас прокуратураның бұл орталығына хабарласып тұрсыз. Здравствуйте. Вы позвонили в Центр Генеральной прокуратуры. Қазақ тілін таңдау үшін бірді бас. Сіздің әңгімеңіз қызмет көрсету сапасын бағалау мақсатында жазылып алынады. Сөйлесу ұзақтығы 10 минут. Алло, сәлеметсіз. Бас прокуратура ғой, да? Астана қаласындағы, да? Астана қаласы бойынша, иә. Сіздің аты жөніңіз кім? Біз оператормыз. Аты жөніңізді айтуға болады ма? Просто мана 12-ден 9 кеткенде мен прокурорды шақырдым да, әлі келмей жатыр. Мана видеофиксация жүріп жатыр, сол мана 12-ден 9 кеткелі. Сіз дейтін дежурный прокурор Айтжанов Нұрбекке ссылаться переключиться, сол Айтжанов Нұрбек сосын районный прокуратураға айтады Қозғанбаев Еркінге. Қозғанбаев Еркінге келмейді. Сағат 12-ден 9 кетті, қазір 16-тан 9 кетіп жатыр да. 4 сағат болды. Но Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы мынанда не істеп отырсыңдар сендерсің да? Біз шақырып отырмыз бұл жерде. Енді кезекші прокурор Айтжанов Нұрбек дейтін телефонға 4-ші рет соқтым.
келмейді, мен тұра беремін осы жерде. Ол районный прокурорға ссылаться етеді, Қозғанбаев Еркінге. Қозғанбаев Еркін тоже келмейді да. Мына жерде тұрмыз, мысалы мен ана 16 подъездің кіре берісінде тұрмын да. 4 сағат болды да уже. Мен сағат 16-тан 8 кетіп жатыр. Жоқ, қалалық прокуратура не деп айтты сізге? Қазір жібереміз деді. Адамды жана районный прокурор Қозғанбаев Еркін жібереміз деді. Ешкім келген жоқ әлі. Мынау ұят емес пе? Қазақстан Республикасының бас прокурорының істеп отырған іс-әрекеті? Сіздің полномочияларыңыз қайда? Сонда өзіңіздің сотрудниктеріне полномочияларыңызды жүргізе алмайсыз ба? Қалай болып тұр сонда? Не заңның үстемдігі жоқ па қазір мемлекетімізде? Қандай мемлекет тұрып жатыр? Алло. Жерде болыңыз, мен сізді. Аты-жөніңіз кім сіздің? Аты-жөніңіз кім? Біз операторымыз. Сіз мана осы сағат 12-ден 9 кеткенде көтерген операторсыз ғой да? Жоқ, бізде бірнеше оператор. Сол 12-ден 9 кеткенде қараң, содан бері әлі соғып отырмын мен. Жерде болыңыз, тағы да сөйлесек ол кісілермен онда. Жақсы, жаңа фамилиялар жазып алдыңыз ғой да? Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлұлы сіз ба? Ол мен, е. Жаңа Айтжанов Нұрбек, прокурор, кезекші прокурор, район прокуроры Қозғанбаев Еркін. Жерде болыңыз. Жақсы. Алло. Мынау кім екен? Жаңа мен оператормен сөйлесіп отыр едім ғой, біреуге переключить етсем деді. Кімге переключить етті? Кімге қосты? Оперативный дежурный Айтжанов қосып тұр. Айтжанов Нұрбек сен ба? Айтжанов Нұрбек, жаңа мен Қазақстан Республикасының бас прокурорына соқтым да. Сізге направлять етті да, сіз шешет деп. Жаңа тоже соны айтып тұр да. Енді неге сіз мына дежурный прокурорыма жібермейсіз сағат 12-ден 9 кеткенде соқтым, 16-тан 10 кетіп жатыр да. Сіз жаңа район прокурорыма соқтым дедіңіз ғой, Қозғанбаев Еркінге. Манадан бері видеофиксациясы бар ма? 12-ден 9 кеткелі. Әлі ешкім келген жоқ. Мен жаңа үкімет үйінің 16-шы кіре берісінде тұрмын да әлі. Енді не, қайда? Сізге айттым ғой, айтылды деп. Енді айтса келмей ма сонда не? Сіздің полномочияларыңызды астындағылар не? Орындамай ма не? Айтылды дедім, сізге қарай кетті. Сонда неше сағат тұру керек бұны мына жерде орындату үшін? Сағат 4 сағат болды тұрғанымызға. Енді не? Айтылды деп тұрмыз сізге. Енді келеді ма, келмей ма? Конкретно айтшы, келмейтін болса айт, мен басқаша шара қолданайын бар. Жақсы. Келе ма, келмей ма? Қазір сұрайын. Қайтып звондаңыз осыны. Ақыр келмей жатыр да. Сол бойынша Мана мен айтқан кісі райондағы. Ол кісі жұмыста жоқ, сол сіздер жақта жүр. Ол осы өзінің районы бойынша қаладағы осындай общественный жағдайларға жауап беретін кісі. енді келмейтін болды ма сонда? Сізге сіз маған 12-15-те звондадыңыз ғой. Иә, 12-ден 9 кеткенде ана колл-центрге соқтым. 15 кеткенде звондадыңыз. Мен сол кезде айттым. Ол кісіге айттым, енді мен ол кісі бармаса, значит, сізге келмейін деп тұр. Енді ол ойынша бір шара ма бірдеңе қолдану керек осы қазір мен мысалы. Шара қолданамыз. Енді сол арызды кімге жазайын? Бас прокуратураға жазсаңыз болады, бізге қала прокурорына жазсаңыз болады. Кім қабылдап алады арызды? Сізде ЕЦП-ңіз бар ғой? Жоқ, мен яқта кіре алмай тұрмын, мен просто телефоным бар қолымда, болды. Есіктің алдында тұрмын. Жоқ, телефонмен де жазаласып өтініш арқылы. Кіргізбеді деп, дежурный прокурор келмеді деп, бұл келмейді, басқа адам жоқ па сонда? Заменяющий мысалы? Жоқ, ол әрқайсысына өзінің жауапты адамдары бар ғой. Бізде прокурорлар резонансный қылмыстар бойынша, резонансный преступление бойынша прокурор райондаршы бар. Мына жерде резонанс қой, мысалы, қара 16-шы кіреберіс дейтін бар ғой, отдел прием граждан, да? Отдел прием граждан, ояқтың нелегитимный құжатпен біздің іс-әрекет жұмыс жасап жатыр да. Ол үлкен резонанс қой, халықты солай қабылдап жатыр да, необоснованно. Сіздің ол өтініштеріңізді қабылдаған жоқ па ол жерде? Жоқ, дым қабылдан жоқ, мен сол тұрмын осы прокурорды күтіп. Сіз онда өтінішті... Ана обычный қылмыстан да үлкен қылмыс қой, білесіз бе? Бір адам емес, мияқта бірнеше адамның құқы шектеліп отыр қазіргі таңда. Сол үшін сіздерді шақыртып отырмын ғой, вышестоящий орган болған үшін. Неге енді келмейсіздер? Үлкен қылмыс қой жалпы.
Жоқ, маған обратно колл-центрге қосып жібересіз, мен ана сендерге через колл-центр арқылы. Өзім соғайын ба айтып. Менде ондай функциям жоқ. В общем, келмейміз, біз жұмыс істемейміз, арыз жазыңыз деп тұрсыз ғой, да? Иә, арыз жаздым. Жақсы, сау болыңыз, Айтжанов Нұрбек.